Балалар дайындықтарын дайында. Балалар біз уже түсіреміз дегенше Райымбек ауданының мектебі түсіріп қойып келесен тұрмын. Онда тездетіп түсіріп тастайық. Аппаратураның аша сұрайын. Қанша уақытында? Бәрі істеп тұр ғой? Иә. Айғанға микрофон беріп, Айған салып түсіре берші. Бақытымда байлықта сен, өмірімде шалқыған, көңілімде толқыған арманымсың. Сен биіктегі көктегі күнімсің, шуақ пен сәулесін шашатын. Көңілген әр берген өмірге сен барымсың. Мақсатым ойлаған, сағынып ойлаған жан. Қуаныш көңілген әр берген өмірге сен барымсың. Мақсатым ойлаған, сағынып ойлаған билеген әр түрлі күйге дем оңашада. Сен жұмсақ мақпалдай, үлпілдек аққардай, қиялымсың менің көп аңсаған. Қуаныш көңілген әр берген өмірге Армысыздар, құрметті көрермендер, сіздермен бірге Елдар және Айжан. Махаббат қырдың қызыл күлкісідер, махаббат біреулерінің күлкісідер. Махаббат жүректерді жаулап алған, махаббатты өмірде кім түсінер? Дүбірдің дүмпуімен дүниедегі бұл өмірдің өткені білінбеген демекші, 15 сәуір ғашықтар күні таяп келеді. Махаббатқа тұнған жүректер дүркіл қағып, осы бір аяулы мерекені асыға күтіп жүрген шығар. Әлбетте, жылына бір рет келетін ғашықтар мейрамында сүйген адамы қуанту үшін он ойланып мың толғанып жүргендер де бар ау. Ғашық жүректерге шуақ сыйлайтын, мерейлі мерекеге арқау болған Қозы Көрпеш Баян Сұлудың тағдырынан сыр шерте отырайық. Здравствуйте, дорогие зрители! Приближается 15 апреля, День любви в Казахстане. Сердца полные любви, наверное, с нетерпением ждут этого чудесного праздника. Конечно, День любви в Казахстане, который проводится раз в году, есть люди, которые 1000 раз подумают, чтобы порадовать своих близких. Поговорим о судьбе Қозы Көрпеш Баян Сұлу, которая явилась основной праздник, дарящего сердечный прием сердцам влюбленных. Көздеріңнің қарасы, қосылардай қастарыңның арасы. Жалт қарасаң жалын атқан ақ жүзің, алаулайды атқан таңмен таласып сырғалым. Қиялғанша ертеден естіңген қыз арманым, кез боп
келсем ертелі кеш сенен көзді алмадым. Өзгені емес, өзіңді ойлап жүдедім. Түссінер деп бір қазақтың жүрегін сырғалып. Кімге болсын сүйкімді бір баласың, көңілімді баурап алып барасың. Гүлге орайсың, күнге орайсың жылда сен, елге жәннат ерге талас-таласың сырғалым. Қиялғанша ертеделес дүнген қыз арманым, кез боп келсем ертелі кеш сенен көзді алмадым. Өзгені емес, өзіңді ойлап жүдедім. Түссінер деп бір қазақтың жүрегін сырғалым. Сен ойлаумен артта суық қыс қалды, сен ойлаумен жаз ұзақ күн қысқарды. Бақыт жайлы әнді бірге шырқасақ, қонақтатып қойып бауға құстарды сырғалым. Қиялғанша ертеделес дүнген қыз арманым, кез боп келсем ертелі кеш сенен көзді алмадым. Өзгені емес, өзіңді ойлап жүдедім. Түссінер деп бір қазақтың жүрегін сырғалым. Қиялғанша ертеделес дүнген қыз арманым, кез боп келсем ертелі кеш сенен көзді алмадым. Өзгені емес, өзіңді ойлап жүдедім. Түссінер деп бір қазақтың жүрегін сырғалым. Қиялғанша ертеделес дүнген қыз арманым, кез боп келсем ертелі кеш сенен көзді алмадым. Өзгені емес, өзіңді ойлап жүдедім. Түссінер деп бір қазақтың жүрегін сырғалым. Жапырақ жүрек жасқайын, жанымды айырбастайын. Сен адам бола бастасаң, мен қайын бола бастайын. Келсесің бе жасқайын, көрінер мүмкін кімге ерсің, өміріңді маған бір берші. Беймәлім маған өмірге қайын көзіммен қарайын. Сен дағы жерден нәралдың, мен дағы жерден нәралдым. Біреуден сенде жаралдың, біреуден менде жаралдым. Тілің жоқ, жанды қайын сен, айырмашылығым адам. Hollywood шоудың ғашықтар күніне арналған бағдарламасының алғашқы қонақтары Сейсенбай ағай және Шолпан апайды шақырамыз. Келіңіздер. Сәлеметсіздер ме, құрметті асыл қонақтарымыз. Сіздерді 15 сәуір ғашықтар күнімен құттықтаймыз. Жұптарыңыз жазылмай, мәңгілік махаббат тілейміз. Махаббат дүйім дүниенің ең асыл, жалпақ жалғанның ең кіршіксіз сезімі болса, ұлы сезімнің шырқау шыңына көтерілген сезімге адал, сертке берік қозы көрпеш пен баян сұлу шынайы махаббаттың символы іспетті. Демекші, сіздердің махаббаттарыңыз қалай және қашан басталды? Рахмет, барлықтарыңызды осы қозы көрпеш баян сұлу мерекесімен шын жүректен құттықтаймыз. Иә, бізде бала болғанбыз. Мен Шолпан апайларыңызбен біз кітапханада таныстым. Мен өзім бала кезден бастап кітапқа құмар болдым да, аудандық кітапхана бар ғой бар жерде. Сол кітапханада оқырман ретінде барып жүрген кезде бір күні осы апайларың жап-жас мынау Қаскелеңдегі клуб просвет деген техникум бар, соны бітіріп келген екен, жас маман екен. Сөйтіп біз сол кітапханада кітаптың арқасында
таныстық, білістік. Атақты жазушы Әзілхан Нұршайықовтың «Махаббат қызық молжыздар» атты кітаптарын оқитынбыз ол кезде. Соларды арқау болды да, сөйтіп біз сол 1985 жылы отбасы болдық. Енді одан бері де мінекей біз қазір отбасы болғанымызға 37 жыл болды. Бұл да оңай уақыт емес. Ұл өсірдік, қыз өсірдік, ұлымызды ұяға қондырдық, қызымызды қияға қондырдық. Немере сүйіп отырған қазіргі таңда біз үлкен бір үлгілі отбасымыз деп мен ойлаймын. Сондықтан жастарға отбасы құндылығын сақтау керек, соны түсіну керек. Айтпай ма, үйлену оңай, үй болу қиын дейді. Сонда бүгінгі жастар кітап оқыса, Әзілхан Нұршайықовты оқыса, Абай Құнанбаевты оқыса, Мұқағалиды оқыса, Жұмекендерді оқыса, Фаризаны оқыса, сол ақындардың өлеңдерінде, жырларында махаббаттың құндылық екені жан-жақты айтылған. Мұнда арнайы сіздерге арнап қазақ поэзиясының ағайық ақыны Мұқағалидың әнін дайындаған әжесінің қара торы торғын атты қызын ортаға есіңе мені алғайсың әнімен шақырамыз.
тағы да бірер қонақтары, яғни жас түлектерімізге кішігірім ізгі тілектерімізді білдірсек. Спасибо большое. Да, Ежан, я согласен. Приглашаем на сцену одиннадцатиклассников. Құрметті біздің бетке ұстар оқушылары, сіздерді алдағы болашақтарыңыздың ашық жарқын болуына тілектеспіз. ОПТ-дан ойдағы балдарыңызды алуды тілейміз. Дорогие наши выпускники, желаем вам светлого будущего. Желаем вам хороших результатов на ЭНТ. Спасибо. Сонымен қатар сіздерге арнап кішігірім дайындаған сыйымыз бар. Экранға назар аударсақ. У нас также есть небольшой подарок для вас. Обратим внимание на экран. Dear graduates, I want to congratulate you on your graduation. You are on the verge of a new life and new opportunities. So let your path will be easy and bright. Set the big goals for yourself and achieve them. First of all, believe yourself and never give up. I wish you many positive emotions, faithful friends and many trips in your life. Good luck! Құрметті жас түлек, УБТ мына қамшының сабындай қысқа ғұмырда өміріңіздің тоқталуына себеп болатындай сынақ емес. УБТ жай ғана баспалдақ. Өтсеңіз жақсы, өтпесеңіз ешкім сізді өмірден сызып тастай алмайды. Бұл тағдыр, қайырлысы демек солай болып тұр. Осының артында сөзсіз бір сізді жақсылық күтері анық. Дегенмен, мектеп ұжымы және де ата-аналарыңыз сіздерге үміт артып отырғандықтан жоғарғы балаларыңызға шын жүректен тілектеспін. Dear graduates, how are you? How is the preparation for the test going? I hope you are well. I'm sure today will be only the first of many proud, successful moments for you. Always remember, there is no limit to what you can do if you keep believing in yourself. I believe all of you will pass this test. Сіздерге көп рахмет. Бізде осындай болып, талантты, дарынды болып ержеттеріңізге тілектеспіз. Спасибо вам большое. Желаю нам быть такими, быть талантливыми и одаренными. Спасибо. Оқушылар, бізді шақырғандарына рахмет. Осындай ізгі тілектеріңді білдіріп, жалпы 11 сынып әрине оңай емес. Бізге кішкене қолдау ретінде осылай білдіріп жатсыңдар, рахмет. Сендерге де тілерім осылай 11 сыныпқа қалып, өз білімдеріңді шыңдап, жоғары оқу орнына түсіп кетіңдер. Құрметті оқушылар, сіздерге болашақта тек қана жақсылық тілеймін. Болашақта жақсы маман иегері болыңыздар. Таңдауларыңыздан ешқашан қателеспей, жақсы мамандық егер таңдап, жақсы оқу орнына түсуіңізге тілектеспін. Достар, біздің оқушылар шығармашылық тобының құрылғанына 2 жыл болды. Қазіргі кезде топ басшысы Жанел, ол 11 сынып оқуда. Болашақта ойлар, достар, президент болады. Жалпы бұл жерде мен түбегейлі қарсымын. Президент мен болу керек. Жоқ, неге сен боласың? Менің де болғым келеді. Біздің де болғымыз келеді. Қыздар талас болсаңдар, негізі еркек адам болғанбыз. Жігіттердің кішкене дәрежесі үлкен дегендей кішкене жол беріледі жаққадай. Менше, бұғаннан бері жасап жүрген жақсылықтар бекер болды ма? Әлет командасында ойнап жүргенмен 1 жыл болды. Мен болайыншы өтініш. Мамам мұғалім, мен де болғым келеді. Да оставим пока президента. Давайте послушаем, что приготовила для нас Айран. There is a fire starting in my heart, reaching a fever pitch, just bringing me out to die. Finally, I can see you crystal clear. Go ahead and sell me out, I'll leave shit made. See how I live is every piece of you. Don't underestimate the things that I will do. There is a fire starting in my heart, reaching a fever pitch, just bringing me out to that. The skies
Рахмет айғаным, ал бізде тағы да бірер футболист қонақтарымыз іштеріндегі ойларын айтпақшы. Жұп-жұмсақ ыңғайлы диванымызға Juniors командасы келіңіздер. Ассалаумағалейкум баршаңызға. Бүгін міне Juniors командасымен келіп отырық. Сіздерге рахмет, қонақ қылып шақырып отырғандарыңызға. Бүгін сіздерге ақпарат кішкене өзіміз жайлы айта кететін болайық. Не айтамыз? Біздің команданың құралғанына 1 жылдай уақыт болып қалды. Сол 1 жылдың ішінде көп болмаса да біраз жетістіктер бар. Оның қайсы бірін айта береміз енді. Сол жетістікке басында біз жай ғана қарапайым балалар, оқушылар болып жиналдық. Содан міне құрылып, жиналып, бір команда атанып, одан кейін жарыстарға барып, үлкен болмаса да біз үшін үлкен сияқты көрінгеннен кейін үлкен деп айтамыз. Сондықтан көп жетістік онша көп емес шын айтайын, но Аллаға шүкір осы жетістікке жеткізген Рустам ағай бар. Рустам деген ағайымыз бізге тренеріміз сол. Енді бүгінгі капитан команданың Рамадин Духмахамед, осы кісіге сөз берсем. Рахмет Айболат. Және де айта кететін жайт, бізді сәуірдің 18 және 19 күніне бізді областной турнирге шақырған болатын. Оған мектептер арасында тек бізді ғана шақырды, ал қалған командалар спорт комплекс және спорт академияларынан құрылған футбол командаларын шақырған болатын. Соған қазір біз соған дайындық жасаудамыз. Менде міне алдымда нақты ақпараттарым бар. Осы Али Juniors командасына 4 бала Алматы облысына шақырту алдым. Қаңтар айынан бастап осы кезге дейін сендер Қазақстан біріншілігінде өнер көрсетудесіңдер. Енді осы балалардың кім екенін атап өтсеңдер. Атап өтсем Сұлтан, Ерасыл, Нұрқуат және де Бегарс. Оларға сәттілік тілейміз. Келгендеріңізге рахмет, уақыттарыңызды бөліп. Сіздерге тек сәттілік тілейміз. Алдағы жолдарыңыз ашық болсын. Кешіміз керемет қызуда, жігіттер ағайға да әзілдің ұшын тигізіп өтсек артық етпес. Ал әзірше Сұлтанды қар әнімен сахнаға шақырамыз. Ал ағай, сіз алдағы қазақша форматта қордақ бағдарламасына дайындала беріңіз. Просим Султана выступить с песней «Кар». А вы, ағай, готовьтесь к предстоящим шуткам. Терезесін қақтым, күйе тұрабаттым, қырға бар. Мұңнан алған жастың бәрін сырғанаттым. Қасқабағың мені іздет, неге жаным жыбырлайды, көз жанарың әлі байлаулы көзіңе. Қасқабағың мені іздет, мені жаным жыбырлайды көзіңе. Мұңғабағың суық күнде қалғанда, жылытатын адамыңды арманда. Дөңгеленген ғалым шардың ішінен мен сені жасаймын қарданда. Өкпелетсем кешіренді өзгермей, шын бақыт ол бұйырады төзгенге. Таңдағанын ұстай алсаң қасыңда, сол кезде сен менен көзгерме. Ұнағанын айт, маған келбедің дымда қылмай, дымда қылмай. Ұнғабағын байтын адам, бәрібір дымға бағынбай.
күнде қалғанда жылытатын адамыңды арманда дөңгеленген ғаламшардың ішінен мен сені жасаймын қардан да өкпелесем кешір енді өзгерме шын бақыт ол бұйырады төзгенге таңдағанын ұстай алсаң қасыңда сол кезде сен менен көзге ілме ербилейді есте болсын салтыңда қараяды қарамасаң алдында арманыңа тиянақты жылжысаң күтеді сахнада халқыңда. Ағай, сіз ағылшын мұғалімдер Best Teacher сайысында жеңімпаздан бір ғана төмен балл болуыңыздың себебін білетін сияқтымын. Денеңіздің формасы жинақы болса, жеңімпаз сияқты жеңімпаз болушы едіңіз ғой? Иә, ағай бізді жақсы көреді, біз де ағай жақсы көреміз. Енді ағайдың бізді жақсы көргені жаңағы былай жақсы көреді, енді сылтырады, жақсы көреді, хат жақсы көреді, біз андай жаман емес, жақсы көреді әйтеуір. Жаман жақсы көреді біз ағай. Тұр, екінші тайымға дайынсың ба? Дайынмын. Жүгір онда балаға жүгір. Ағай бізді осылай жақсы көреді, біз де ағайды хат жақсы көреміз. Бізге де ұрсатын, мен де бір күні бір матчқа бардық, Сұлтан командасымен ойнадық. Сол кезде ағайдың аузы ашылып кетті, ораза кезі болған ол кезде. Неліктен десеңіздер. Рамазан айы. Рамазан айы болған кезде бір-екі ауыздар шығып кетті да, жаман сөздер. Сол кезде ағай кім кесіреді? Бізге ағайған, енді 2-де 0 отып келтіқан кезде, 5-2 болған кезде, қалай 2-5 қол соғылды, бітті, ауыз ашылды. Бітті. Орада ашылды, боқтады, не істейсің ең басқады. Ағай енді бізге жаман болсын деп айтпайды. Ағай ұрсады, оның ұрысқанның өзі де бір жаман нәрсе емес, жақсы болсын деп жақсы дәрежеге көтеріліп жатыр. Құдайға шүкір. Әлі де жетістіктерге жетуге болады. Рахмет ағай сізге. Сізді жақсы көреміз ғой. Қанша жерден айқаласаңыз да енді ағай. Мен айтатын болсам, бізде қазір енді мектепте болғаннан кейін енді концерт, кішігірім өлең айтып жіберу дейтін жер болады да. Сол кезде енді мен негізі фонограммамен айтқым келеді да, чтобы там билеуге, одан билеген кезде енді дауысын шықпай қалады кейде, как Қайрат Нұртасы ежі. Сол сияқты айтқым келеді, но айтады да маған, сен лучше фонограмма емес, живой айт, вот поэтому я не могу так двигаться, как они, да? Вот. Сол сияқты қатты қимылдамайға, одан кейін көріп отқан адамдарды айтады, маған сен неге қимылдамайсың, айтпайсың дейтін сияқты да. Дұрыста билесеңші, билейтін кезде де болады өлеңнің, билемейтін жердегі сол сен неге билемейсің деп айтады. Просто Сұлтан ағаш. Ағай, рахмет, кешіміздің көңілді өтуінің себепкері болғанына. Ал бізде келесі ән елдардың орындауында Аққуым әні. Бүршітіп алдым отымды, жаным-ау сенде келместі күтіп жүрмесін. Жас жүрегіме тұмар қып жазып атыңды, жетейін десем жете алмай
жүрсің әдем ау әдемім толқыттың мені есіме түстің тербедің алтынам менің қадірін білмесең менің кешірші жаным оралмас қайта көктемді кешірші мені жоғалтқан өмір өрнегін жетейін десем жете алмай жүрген жоқпын ба сүйкім дедің періште едің пәк едің аңсадым ғой қайда жүрсің әдем ау әдемім ғашығым менің асылым менің қиялым менің қиялым менің